2025-тің хит пирогы Орео пирогымен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай видеомда соңына дейін көрсеңіздер. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жасалу жолы өте оңай Орео пирогымен бөлісетін боламын. Таза ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз, какаомызды саламыз, барлық құрғақ ингредиенттерімізді салып аламыз. Төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады. Бүкіл осы құрғақ ингредиенттерді салып болғасын жақсылап біркелкі болғанша араластырып, үстінен қантымызды салып, және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап крошка болғанша илеп аламыз. Енді үстіне жұмыртқамызды салып, қамыр күйге келгенше илеп аламыз. Біздердің қамырымыз өте жұмсақ қамыр болуы керек. Ең бастысы қолға жабыспайды. Қамырымызды илеп алдық, енді 15 минутқа демалдыруға жібереміз. Салмасын дайындап аламыз. Осылай біздерге бөлме температурасында қаймағымыз қажет болады. Және де үстінен бүкіл салмамызды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, және де арнама қолдап жіберсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер. Бүкіл салмамызды салдық, енді біркелкі масса болғанша араластырып аламыз, және де бізге 3-4 штук Орео печеньесі қажет болады. 4 штукын алып, осындай салмамыздың ішіне бөліп салып аламыз. Енді табамызға ешқандай да май жақпаймыз. Жаңағы дайын тестамызды салып, жан-жағына біркелкі етіп, жайып шығамыз. Бұл жерде менің табамның диаметрі 26-лық диаметр. Сіздер қалауыңызша 24 диаметрлікке де пісірсеңіздер болады. Бұл пирогты мен бірінші рет жасасам да ойымдағыдай шықты. Одан да асып түсті десем де болады. Себебі қамыры да жұмсақ, өзінің жасалу жолы да өте оңай. Сондықтан сіздерді жасап көруге кеңес беремін. Алда ораза айы келе жатыр. Сондықтан міндетті түрде дастарханыңызға келген қонақтарыңызға міндетті түрде осы пирогты пісіріп көруге кеңес беремін. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып шықты. Енді толық суығаннан кейін кесіп көрсетемін. Қарасаңыздар, әдемі болып шықты, сап-сары болып, жасалу жолы да өте оңай, дәмінде сөз жоқ, тестасы өте жұмсақ болып шықты. Сіздерде пісіріп көруге кеңес беремін. Және де менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.